Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге мемлекеттік қайтарымсыз грант 1 миллион 380 мың теңге Астана қаласы бойынша қанша гранттан бөлінгендігін көрсететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сонымен мемлекеттік қайтарымсыз грант 1 миллион 380 мың теңге Астана қаласы бойынша бірінші кезеңде 30 грант бөлінген. Гранттар беруге өтінімдерді қабылдау 20 ақпан мен 3 наурыз аралығында болады. Екінші кезеңде 33 грант бөлінген, 15 мамыр мен 26 мамыр аралығында өтініштер қабылданады. Үшінші кезеңде 33 грант бөлінген, 10 шілде мен 21 шілде аралығында грантқа өтінімдер қабылданады. Төртінші кезеңде 33 грант бөлінген, 4 қыркүйек пен 15 қыркүйек аралығында өтініштер қабылданады.